Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен бірге мұздатылған жеміс-жидектерден компот жасайтын боламыз. Алдымен өрігімізді саламыз. Одан кейін шиемізді саламыз. Әрі қарай қара өрік, ежі малина саламыз. Қарақат саламыз. Және де кептірілген алмамызды саламыз. Жеміс-жидектерімізді бір жуып аламыз. Және де кептірілген алмамызды 2 рет суға шайып, осы жеміс-жидектерге қосамыз. Өйткені алманың қоқыстары болады. Кастрюлемізді суға толтырып, отқа қойдым. Енді үстіне 2 ас қасық қант саламыз. Сонымен 20 минуттай қайнатамыз. Компотымыз қайнау барысында алмалар сыртқа шығып кетпеу үшін осылай ғана жай ғана қасықпен алмаларымызды басып қоямыз. Табиғи дәрумендерге бай, шипасы мол компотымыз дайын болды. Үй жағдайында өте оңай дайындалатын сусынды міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.